Ал енді біз өзімнің қосағыммен бірінші танысқаным мен армиядан келгеннен кейін ауылда таныстық. Ауылдан кейін оқуға кеттік. Онан кейін 78 жылы үйлендік. Ең алғашқы сыйлығым үйленетінің алдында қолына атымды жазып сағат подарить еткен. Біз тойымызды жаңағы Пайфыл аудандағы Сатчол деген ауыл бар. Сол жерде өткіздік тойымызды. Мен ол кезде уже қоғалда жұмыс істеп жүргем. Алдын ол кезде как раз оқу бітіріп келді. Сол кезде үйленіп той жасадық. Сол тойдан кейін екеуміз де сол қоғалға келдік қой. Енді аталарың ол кезде жас болды, спортпен айналысты. Ондай жігіттерге қыздардың да көзі көп түседі ғой. Бұл кісі сол тәрбиелі отбасынан шыққан, жақсы, сенімді адам болды. Кішкене мынандай тойхана, ана-мына дегенде жоқ болды ғой. Ол кезде палаткеге, сол кезде бізде ауылда үлкен клуб болған. Сол клубқа жасағанбыз. Қалың мал дейтін, ол енді қалың мал дейтін қалың мал бергем жоқ негізі. Иә, үйлену тойында сыйлықтар болды. Мына алтынның жағынан нағашыларының атынан бір жылқы берді. Менің өзім бауырым сол кезде 1000 сомдай ақша берді тойға. Ең бірінші үй болған кезде алған затымыз кітап болады. Бұл кісі алтын дәделерің кітапты жақсы оқиды, мен де кітапты жақсы оқитын. Ал енді жұмыстан шыққан кезде магазинге кірсек, бірінші кітап алатынбыз. Ол кезде кітап, елдердің бәрі, жастардың бәрі кітапты көп оқиды. Мен үйленген кезде апаларымды аяулым деп айтатын. Сол аяулыммен басталды, еркелеткен, міне әлі күнге дейін. Қазірде мен бұл кісінің атын айтпаймын, тәте деп айтам. Еркелетіп айтқан тәте деп айтам. Өзім сондай айтты. Мен бұл кісінің атын толық ешқашанда атап көргем жоқ. Үйленгеннен бастап Бейсеке деп атаймын. Мен Бейсеке дегеннен кейін ауылымыз, елімізде Бейсеке деп кеткен бұл кісінің мен атын толық атамаймын ешқашанда. Менің атам өлгенше кішкентай балаға дейін сіз деп кеткен. Бұл кісі де сөйтеді. Келіндеріне де сөйлемейді, қатты былай бір нәрсе айтып. Ұл балалары 3 ұлымыз болды. Біреуіне қатты сөйлеп көрген жоқ, но мен қатты болдым балаларға. Мен қатты ұстадым балаларды, бұл кісі сондай жұмсақ. Енді жылына бір рет көтеріліп қоямыз енді. Мен деп. Айтпесе қалған уақытта бұл кісінің мінезі жайдарлы. Тұңғышымыздың атын тәделерінің әкесі қойды. Бірінші сол кісі қойды. Мен енді негізі сол шалдың қолында өскеннен кейін әкеммен көп араласқан жоқ, өз туған әкем. Шалдың баласы деп бәрі мені, әкем де шалдың баласы деп еркеледі. Өз әкем мен шалдың баласы деп еркеледі. Аға бірінші ұлдың атын нағашы атасы қойды. Екінші баланың атын өзіміз қойдық. Үшінші баланың атын содан кейін жаңадан шыға бастады ғой кәріге. Аттарды жазып, жребий тастап, солай қойылған Бауыржанның аты. Мынау біздің үлкен ұлымыз, бақытымыз, тұңғышымыз. Бұның атын менің әкем бақытты бала болсын деп қойған болатын. 2009 жылы үйленді. Нұргүл деген келініміз бар. Содан Санжар деген ұлды болды. Бұл бала энергетическийді бітірді. Казатыканың банковский жұмысын бітірді. Бірақ сол 9 жыл болды, қайтыс болып кетті. Мынау біздің Болатымыз, екінші ұлымыз 1982 жылы дүниеге келді. Өте алғыр болды, жақсы оқыды. Индустриальный академияны бітірді. Одан кейін мінекей сол жерден аграрный университеттің почетный профессоры. Бауыржан 86 жыл туған. Бұл енді кенже болғаннан кейін көп еркелеттім. Евразийский университетті бітірді. Мына жерде мен мына үшеуісі ғой енді, сол кішкентай кезіндегі түскен. Мынау Бақыт, Болат, мынау Бауыржан. Осы атамның атында, Ынталының мектебінің атын
берген жылы бақытымыз бар болатын үлкен ұлымыз. Сол кезде той жасап, осы кісінің атын берді. Панфилов ауданы Ынталы ауылына. Атам Бейсекені баққан, нағашы атасы Бұл Бейсекені. кісі негізі бірінші революционер ғой. Совет одағы құрылған кездегі бірінші революционер. 1918 жылы осы Қазақстандағы бірінші мұғалімнің біреусі болып саналады. Атағы бар Қазақстанның атақты еңбек сіңірген мұғалімі. Сондай еңбегі болғаннан кейін өзіміздің мемлекетіміздің, өзіміздің қазақтарымызды білімге жақсы тәрбиелеген үшін бұл кісінің атынан Панфилов ауданында өзінің оқыған мектебінің атын берген. Қазір сол Аманбаев Стамшал атындағы мектеп. Мен осы нағашы атамның қолында тәрбиелендім, осы атамның қолында өстім. Мына кісі енді Бейсекенің туған әкесі. Бұл кісі елі албан, 8 бала тәрбиелеген, отан соғысына қатысқан бұл кісі. Берлинді алған. Ал енді айтайын дегені, мына семьядағы ең негізгі өмірде бақытты болу үшін адам бір-біріне бірінші сенім болу керек. Онан кейін екі жақта да бірін-бірі түсініспен сыйластық болу керек. Отбасы болғаннан кейін ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Ол кезде менің біздің үйімізде де мынандай айқай-шу болмаған, сондықтан да бұл кісінің дауысы қатты шыға бастаса, бірдемеге ренжісе, мен сөйлемеуге тырысам. Сөйлемей шығып кетем, басқа бір нәрсеге айналып кетем. Ал егерде мен кішкене ренжіп келген жұмыстан басқадан болса, бұл кісі сөйлемей қояды. Біз сол әлі күнге дейін сондаймыз, чтоб қарсы бір-бірімізге шапылдамаймыз. Ашуымыз басылғаннан кейін отырып соң шешіп аламыз мәселені. Зейнетке шыққанға дейін мен осы Алматыдан кеткеннен кейін Қоғалы ауылына барғанда біздің кезімізде бір жақсы организация болған, Быткомбинат деген. Сол Быткомбинаттың складын ұстадым. Бірінші бастаған сол складын ұстадым. 77-ден бастап істедім. Сол складтан оның кейін товаровед болып істедім. Сол складта главный инженер болдым. Сол Быткомбинаттың өзінде 86-88 сол Быткомбинатта директор болдым. Мына біздің союздар развал жасаған кезде 89-да өзім жеке кәсіпшілік аштым. 95 жылға дейін жеке кәсіппен істедім. 95-тен кейін осы Алматыға келіп үй салдым. 2000 жылдан 2000 жылға дейін осы Алматыда болдым. 2000 жылдан 2017 жылға дейін сол Қоғалы ауылында Панфилов атындағы школда істедім. Сол школдан зейнетке шықтым. Зейнетке шыққаннан кейін де тәтең екеуміз сол Қоғалы ауылында Азиатский кредитный фонд банкінің филиалын аштық. 23 жылға дейін сол банкта жұмыс жасадық. Мен 12 жасында өзім шешем қайтыс болып кетті, жетім қалдым біз, 7 бала қалдық. Сондықтан да үй тірлігінің бар шаруасы менің мойнымда болды. Мен қыздың үлкені болдым, бауырларыма қарау керек болды. Үйде ата-апамыз болды, сондықтан қыздар мен көп жұмыс жасадым. Ата енді ет жейді, мантысын жейді, бірақ өзінің көп жақсы көретін тамақ қазақ көжесі ғой. Көжені жақсы көріп жеді. Үйлене саған кезде бастап Украинада болдық, 2 рет Украинада болдық, Москвада болдық. Балалар кішірек кезінде өзіміз путешествие жасап, балалар үйленгенше де, балалар үйленгеннен кейін Турцияда болдық 1-2 рет. Үйленгенге дейін де өзіміз сондай 1 жыл жинаймыз ақшамызды. Соның кейін саяхаттайтымыз бұрыннан жас кезімізден бастап. Сен қуандың алғашқы рет, жарқын құшақ жайғанайым, ниетіңе сай болайым,
сүйген жүрегіңнің лүпілінен айналайын деп. Жарқын құшақ жайғанайын, ниетіңе сай болайын. Мені сүйген жүрегімнің лүпілін